Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ата-анамды үлгі тұтамын. Сабақтың мақсаты ақпараттың дұрыс-бұрыстығын анықтаймыз. Сөздерді сәйкестендіреміз. Сұрақтарға жауап береміз. Жаңа сөздермен жұмыс. Сөздікті менен кейін қайтала. Қатал, талап, қолдау, үйрету, өзімшіл, ескерту. Жаңа сөздермен сөйлем құраймыз. Сөйлем құрасақ бір ұпай. Келесі тыңдалым дағдысы. Мәтінді тыңдаймыз, ақпараттың дұрыс-бұрыстығын тексереміз. Мен ата-анамды үлгі тұтамын. Менің атым Әнел. Мен 6-шы сыныпта оқимын. Біздің отбасымызда 3 адам бар. Әкем, анам және мен. Біздің отбасылық дәстүріміз бар. Әкемнің мамандығы заңгер. Ол кісі өте білімді, дарынды, жауапкершілігі жоғары адам. Ол маған қатал талап қояды. Анам емханада дәрігер болып жұмыс істейді. Ол ақылды, мейірімді жан. Әкем де, анам да мені қолдайды, түсінеді. Ата-анам мені жақсы көреді, еркелетеді, білмегенімді үйретеді. Өзімшіл болма деп ескертеді. Бағалау критерийі: 6 дұрыс жауап 3 ұпай. 5 4 дұрыс жауап 2 ұпай. 3 2 дұрыс жауап 1 ұпай. Келесі тапсырма. Тыңдалым дағдысы. Мәтінді тыңдаймыз, сөздерді сәйкестендіреміз. Менің атым Әнел. Мен 6-шы сыныпта оқимын. Біздің отбасымызда 3 адам бар. Әкем, анам және мен. Біздің отбасылық дәстүріміз бар. Әкемнің мамандығы заңгер. Ол кісі өте білімді, дарынды, жауапкершілігі жоғары адам. Ол маған қатал талап қояды. Анам емханада дәрігер болып жұмыс істейді. Ол ақылды, мейірімді жан. Әкем де, анам да мені қолдайды, түсінеді. Ата-анам мені жақсы көреді, еркелетеді, білмегенімді үйретеді. Өзімшіл болма деп ескертеді. Бағалау критерийі: 4 дұрыс жауап 2 ұпай, 3 2 дұрыс жауап 1 ұпай. Үлгіге қарайық. Енді келесі тапсырма. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап жаз. Сұрақтар. Әнел нешінші сыныпта оқиды? Әнелдің әкесі қандай адам? Анасы кім болып жұмыс істейді? Ата-анасы Әнелге не деп ескертеді? Бағалау критерийі: әр дұрыс жауап 1 ұпай. Сонымен, оқушылар, бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.